сәлем әлем. Бүгін бізде қонақта Жұлдыз. Жұлдыз, өзің жайлы қайда жұмыс жасайсың және кім болып жұмыс жасайсың? Барлықтарыңа сәлем, менің есімім Жұлдыз. Мен Каспий банкта жұмыс жасаймын, софтвер инженері. Бірақ қазіргі таңда Каспий банктан шығып жатырмын. Жұлдызда жаңалық бар. Жұлдыз, енді менде мынандай сұрақ. IT саласында ең бірінші офферіңді қай компаниядан алдың, және осы процесс жайлы айтып кетсең? Ең бірінші оффер ол Каспий банкта болды. Бірақ та бұл жолда маған көптеген компаниялардан практика өтуге тура келді тегін. Ол кездегі студент кездерім. Және де пэт проекттар, және де универ кездегі элективкалардың көмегі өте зор болды. Түсінікті. Сен жаңа практика жайлы айтып кеттің. Құпия болмаса, ең бірінші практикаңды қай жерден өттің? Және ол тегін болды ма? Иә. Ең бірінші практика менде ПКБ компаниясында болды. Мен ол жерге Python девелопер болып келдім, негізінде стажировканы өту барысында. Бірақ тегін стажировка болды, бірақ көптеген опыттар алдым. Бұл менің Каспий банкқа тұруыма үлкен әсерін тигізді деп ойлаймын. Яғни жаңа сен айтып өттің пэт проекттар деп, оның да әсері бар ғой демек оффер алуда. Жақсы. Жұлдыз, ендеше менде мынандай бір сұрақ саған. Жалпы Python девелоперсің, сол Pythonда кез келген бір терминді айта өтсең. Python девелопменттен басқа мен алгоритм структура даннықты жақсы көремін, және сонымен айналысқандықтан маған ең ұнайтын тақырып ол хэшмап. Барлықтары біледі деп ойлаймын, және бұл хэшмаптың екі жаққа да көмегі өте зор болғандықтан мен осы тақырыпты жақсы көремін деп айтамын. Жақсы, ендеше хэшмап жайлы есіңізге ендеше хэшмап жайлы есіңізге түсіріп алыңыздар. Жұлдыз, енді бізде рубриканың соңында осылай келген қонақтарға сыйлығым бар. Бүгін байқап отырғандарыңыздай, бізде съемка тауда, себебі Жұлдыз таудың қызы, тауды жақсы көреді, энергия алады. Сол үшін де Жұлдызға сыйлық. Немі? Мінекей. Кружка. Болды, бітті. Сен де сақмет. Құлағымда қазақша жүрегімде, қазақшамын көңілімде, қазақша